Орта таптың басқа таптардан ерекшелігін анықтап алу үшін біз оны жан-жақты қарастырып алуымыз қажет. Орта тап ол тек қана әлеуметтанудың емес, сонымен қатар философияның, мәдениеттің, әлеуметтік саяси ғылымдардың объектісі болып табылады. Орта тапты әдіснамалық тұрғысынан, теориялық тұрғысынан зерттеу қоғамның қазіргі келбетін айқындауға, объективті түрде сипаттауға мүмкіндік береді. Әлеуметтану саласында орта тапты зерттеу таптық стратификациялық феноменологиялық ресурстық төрт көзқарас бойынша анықталынады. Жалпы орта тап түсінігінің тартымдылығы мен орта тап түсінігінің нақтылығы бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай. Алғашында 18 ғасырда орта тапқа деген қызығушылық осы саяси пайымдаулар арқасында пайда болды. Жалпы орта тапты қалай анықтайды? Жоғарғы тап пен жұмысшы тап арасындағы алатын қабатты орта тап деп атаған. Немесе билігі барлар мен және қара жұмыспен айналысатын азаматтардың ортасындағы аражікті орта тап қалыптастырады деген. Яғни орта тап ол біліктілігі және билікке деген бір қатынасы бар, дербестік бар адамдар тобын атайды. Бірнеше ғасырлар бойы Аристотельдің қажет болмаған постулаттары 17-18 ғасырларда Батыс Еуропа мен Америкада капитализмнің дамуының әсерінен негізгі тәуелділігін, өзектілігін арттыра бастады. Осы кездерде, яғни кедейлер мен байлар арасындағы бір жіктің пайда болғаны сезілді. Яғни бұл білікті, сарапшы, білімді азаматтар тобы еді. Осыны орта тап негізінде қалыптастырылды. Бұл кеш өндірістің дамуы, кеш индустриалды қоғамда осы білімді, білікті азаматтардың өрбуіне, осы орта жіктің зерттеудің өзектілігіне алып келді. Осы түсінік орта тап деп негізге алынып, әрмен қарай жүйелі түрде зерттеліне бастады. Жаңа әлеуметтік субъект орта тапты зерттеудің қажеттілігі әрине мемлекеттің экономикалық және саяси белсенділігінің арқасында арта түсті. Себебі, мысалы, қазіргі капитализмге өткен, трансформациялық кезеңіне өткен Қазақстанға орта таптың қалай қалыптасқаны маңызды тақырып. Мысалы, 30 жылдары Америка тәжірибесіне келетін болсақ, Рузвельттің жаңа курсы, 50 жылдардағы Батыс Еуропадағы жаңа әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің болуы, бұның барлығы осы мемлекеттің кедейге мән беру емес, керісінше мемлекеттің орта тапқа деген назарының үлкеюінен пайда болды. Сол кездердегі орта тапты кім құрады деген сұраққа жауап беру үшін Морис Хальбакстың еңбегіне қарауымызға болады. Сол Франция еліндегі орта тапты сипаттаған, ол жерге қолөнершілер, қызметшілер, шенеуніктер жатқызған. Жалпы Хальбакстың идеясы бойынша білімді, білікті мамандар келгенін айтады. Яғни денсаулық сақтау саласы, білім беру саласындағы, әдебиет саласындағы кәсіби мамандардың орта тапқа жатқызылғандығы туралы анықтады. Байқап отырғанымыздай, Хальбакстың идеясының өзі орта тапты анықтаудың критерий экономикалық критерий емес, көбінесе осы әлеуметтік мәдени критерий алынғандығын байқаймыз. 1980 жылдары орта тапты зерттеген кезде гетерогенділік мағынасы келе бастады. Яғни орта тап бұрынғыдан қарағанда құрылымы жағынан күрделене түсті. Бұл жерде кәсіпқойлар немесе профессионалдар жаңа орта тап деген ұғымдар пайда болды. Майкл Сэвидж мысалға орта тапты қолда бар қорына байланысты бөліп көрсеткен. Мысалы, капиталистерді ол экономикалық активке деп көрсеткен, білімі барларды мәдени активке деп көрсеткен, менеджерлерді басқарушылық активке орта тап иелері ретінде көрсеткен. Голднерге келетін болсақ, бұл жерде ол орта тапты автономдылығы бар, билікке қатынасы бар адамдар ретінде көрсеткен. Ал Голтроп бұл жерде біліктілігі мен білімділігінің дағдыларының жоғарылығы нәтижесінде осындай біліктілігімен баяндаған. Карл Маркс бойынша қоғамда құрылым бар. Қоғамның құрылымы шиеленістерге негізделеді. Карл Маркс бойынша буржуазия мен жұмысшы табы арасындағы екі дихотомиялық құрылым бар. Сол екі дихотомиялық буржуазия мен жұмысшы табы арасындағы үлкен кеңістік ол орта таптың кеңістігі. Яғни таптық антагонизмнің өзі, яғни капитализм күшейген сайын осы екі аражіктің алшақтап жатқандығын көрсетіп отырады. Карл Маркс бойынша
тіл, білім, дін, діл емес. Бұл жердегі табыс пен еңбекке қатынасы, жеке меншігі басты критерий болып табылады. Капитализм әртүрлі аспектілерін зерттеудегі және таптық проблемаларды сипаттауда Макс Вебердің маңызы, идеяларының маңызы зор. Себебі ол тапты екіге бөлген. Бірінші ол орташа білімі бар және кішігірім меншігі бар кіші буржуазия деп көрсеткен. Екінші ол меншігі жоқ болса да біліктілігі мен дағдысы жоғары зиялыларды осы таптарға жатқызған. Жалпы 50-ші жылдары орта таптың жаңа және ескі орта тап идеясы өрбісе, 60-ші жылдары осы жаңа орта таптың өзінің гетерогендігі, әртүрлілігі ретінде көптеген ғылыми еңбектер пайда болған. Мысалы, Пулансас орта тапты жаңа кіші буржуазия деп атаса, Шелтон Маллет оларды жаңа жұмысшы тобы, ал Энтони Гидденс жаңа орта тап деп атаған екен. Американдық социолог Райт Миллстың айтуы бойынша зерттеулерінде ескі орта тап жаңа орта таптан негізгі табыс көзі, әрине, сонымен қатар меншік иеленумен ерекшеленеді екен. Себебі ескі орта тапқа кәсібімен қатар жаңағы иеленген меншігі шекарасы маңызды рөл атқарады. Ескі орта таптың басты айырмашылығы Райт Миллс бойынша ол кәсіпке иелену, белгілі бір дәрежеде меншікке иелену және мемлекеттен шекара жағынан да басқару жағынан да тәуелсіз болу. Райт Миллс ақжағаларды капиталистік қоғамның жаңа орта табы ретінде көрсетеді. Жаңа орта таптың талабы осы капиталистік қоғамда жоғары екендігін дәлелдейді. Олардың тұрмысына, денсаулығына деген талабы күрделі, балалардың инвестициясына құюға ешқашан аямайтын жаңа орта тап. Әлеуметтанудың классигі Энтони Гидденстің классификациясына келетін болсақ, бұл жерде кәсіп иелену мен еңбегіне байланысты бөліп көрсетеді. Жоғары орта тапқа ол ірі кәсіпкерлерді жатқызса, төменгі орта тапқа жаңағы шенеуніктер мен қызметкерлерді жатқызады, жаңа орта тапқа білімі жоғары кәсіпқойлар мен мамандарды жатқызады. 1970 жылдары компьютерлендіру үрдісі жоғары деңгейде өткендіктен орта таптың құрамы сапасы жағынан да саны жағынан да ұлғая түсті. Менеджериалды революция деген тақырыптар пайда бола бастады. Яғни бұл жерде орта таптың жаңа құрамы білікті, сапалы білімді мамандар екені түсіндіріле бастады. Стейчкоптың айтуы бойынша ақжағалар индустриясы пайда болды. Бұл тек қана дәрігерлер, оқытушылар ғана емес, ғылым саласымен айналысатын азаматтар, бизнеспен айналысатын, шоу-бизнес пен мәдениет саласындағы азаматтардың ұлғаюмен, көбеюмен орта тап сол жылдары кеңейтіле түсті. Орта тапты жаңа және ескі деп бөлуде өз үлесін қосқан Густав Шмолер ескі орта тапқа саудагерлерді, қолөнершілерді жатқызады. Бұл шынымен рас, себебі қолөнершілер мен саудагерлердің түп тарихи тамыры орта ғасырдан басталады. Ал жаңа орта тап туралы өз зерттеулерін үлес қосқан Райт Миллс пен Дэвид Локвуд оларға менеджерлерді, білікті азаматтарды және ақжағаларды қосуды қажеттігін айтады. Яғни ой еңбегімен айналысатын азаматтар. Заманауи постиндустриалдық қоғамда жаңа таптық конфигурациялар бұл зиялылар мен кәсіпқойлар тобынан құралды. Жалпы негізі кәсіби факторлар, кәсіпқойлық ақпараттық қоғамның негізгі белгілері. Осы жаңа теорияларды әртүрлі елдердің орта табын зерттеуін қарастыратын болсақ, КСРО-дағы орта тап көлемі және саны жағынан өте сапалы мықты орта тап болғанын айтуымыз керек. Себебі КСРО-дағы орта тап техникалық және әлеуметтік прогрестің субъектісі болды. Орта тапты жалпы зерттеудің теориялық модельдерін қарастыратын болсақ, веберлік таптық зерттеу көп өлшемділігін байқаймыз. Бұл жерде статус пен тапты жеке меншікке иелену қызметтің түріне байланысты анықталса, неовеберлік бағыт бұл жерде тапты нарық пен еңбектік жағдай қызметіне байланысты сараптайды. Қысқаша айтсақ, таптық көзқарас тұрғысынан орта тапты анықтау экономикалық критерияларға негізделеді. Бұл жерде жеке меншікке, еңбекке қатынасы. Яғни таптық антагонизм негізінде айқындауымызға болады. Стратификациялық ыңғайды қарастыратын болсақ, бұл жерде Макс Веберден бастау алады, Петерим Сорокин идеяларды жалғастырады. Бұл жерде экономикалық критериялармен қатар саяси, әлеуметтік критериялар басты өлшемдер болып табылады.
қай дінге жатады, қай нәсілге жатады, мүлкі бар ма тұлғаның, білім деңгейі қаншалықты деңгейде жоғары, осы стратификациялық көзқарастың негізгі өлшемдеріне жатады. Келесі ыңғай ол феноменологиялық ыңғай. Бұл жерде тұлғаның, яғни индивидтің өзінің субъективтік көзқарасы қаншалықты ол өзін орта тапқа жатқызады. Осыны феноменологиялық әдіс зерттейді. Ал ресурстық көзқарасқа келетін болсақ, бұл жерде яғни статустық позициясы, яғни қорлармен анықталынады. Жыл бойынғы өмір бойы білімі, капиталы қаншалықты қоры активі жиналды, сол оның орта тапқа жатқызылуын айқындайтын негізгі критерий болып табылады.